Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін хачапури жасап көрсетемін. Духовкада арнайы сіздер үшін видеоға түсіріп жасап алдым. Дәмі өте керемет, ойланбастан жасай берсеңіздер болады. Прям вау дейсіздер. Хачапуриді әркім әртүрлі дайындайды. Интернетте мыңдаған рецепт түрлері бар. Менікімен дайындап көруді сіздерге ұсынамын. Өзім ең бірінші дайындап жегенде прям ғашық болып, екінші рет сіздер үшін қайтадан дайындап видеоға салдым. Бағалап кетіңіздер. Бізге алдымен осындай жылы су қажет, және де үстіне өзіңіз көз мөлшерімен сүт құясыз. Үлкен қасықпен 2 қасық қант, және де үлкен қасықпен 1 қасық тұз. Міне осындай кішкене ғана сары май, және де үстінен бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, негізінде мына жерде май комнатный температурада болу керек. Ерітпейсіздер, сол кезде міне осындай іртік болады. Және де үлкен қасықпен 1,5 қасық дрожь қосып араластырдым. Міне қарасаңыздар, майы арасында жүр. Бұның себебі қазір міне ұнды салған кезде қатты қысып илейсіздер. Байқап тұрсаңыздар, видеода көрсетілген. Қолдарыңызбен күшті салып, қатты қысып илейсіздер. Міне тағы да салдым. Біздің сары майымыз осы кезде қамырға жақсылап ішіне сіңіп еру керек болады. Міне осы сосын илеп болған қамырымыздың үстіне бетінен жауып, жылы жерге жарты сағатқа қоясыздар. Жарты сағаттан кейін қамырыңыз толықтай дайын болады. Оған дейін начинкасы міне сырға 1 штук жұмыртқаны қосып араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды қарап 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болған, байқап тұрсаңыздар. Міне осыны бөліп алған соң әрқайсысын осылай кішкене жайып аламыз дағыны. Ортасына біздің начинкамызды саламыз. Негізі қыздар, әрбір кухняда осы тамақ дайындалу керек. Өте тәмді. Міне начинкасын салдым. Начинкасын салғаннан кейін жан-жағынан осылай жауып аламыз, яғни домалатып. Міне қарап тұрсаңыздар, кішкене ұн сеуіп жердім, ашылып кетпес үшін қамыры, және де үстінен енді оқтаумен басып, домалақ етіп илеп аламыз. Қатты баспайсыздар, күш салмай, жаймен ғана оқтаудың өз күшін саламыз. Міне өткені арасында начинкалары қамырды жыртып шығып кетуі мүмкін. Міне барлығын осылай домалатып жасап алдым. Қатты жұқа қылмайсыз, қатты қалың қылмайсыз. Қамырымыз осылай домаланды. Енді дайын болған хачапуриіміздің үстінен кішкене 1 жұмыртқаны салып, бетіне жағып шығамыз. Мен үйдегі осындай кішкене жұмыртқамыз бар тұғын бөдененің, соны салып жағып алдым. Және де екінші хачапуриімі жай ғана сүтті жақтым. Екеуін салыстырмалы түрде көрейін деп, оны видеоға салмадым, өйткені ең күштісі осы болды, жұмыртқа жаққанымыз. Міне біздің хачапуриіміз дайын, жұмсақ, бетіне осылай сармай жағып аласыздар. Сармайдың дәмімен екеуі араласқанда күшті дәм береді. Міне біздің хачапуриіміз түрі де аппетитный, сондай ыстықтай. Мен осы жерде видеоға түсіріп атқан кезде өте ыстық болды. Сондықтан араларын анықтап көрсетейін деп едім, болмады, өйткені қатты ыстық болды. Барынша бірақ сіздерге көрсетуге тырысты. Байқасаңыздар, міне қолымнан түсіп кетіп жатыр ыстықтығынан. Міне қыздар, осымен біздің хачапуриіміз дайын, өте жұмсақ. Көріп тұрсыздар, өзім әрең ұстап тұрмын. Описанияға барлығын жазып кетемін. Негізінде мен көз мөлшерінде жасадым осы рецепті. Бірақ сіздерге қазір жазып кетемін. Сіздерде дәл осылай жасасаңыздар болады үйде. Қыздар, маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қандай рецепттер күтесіздер, каналымнан жаза кетіңіздер.